осындай сумка. Осындай сумка шықты менде. Санаймыз неше ряд болғанын. Әркім өзі біледі қанша ряд тоқыса да. Мына жерге дейін тоқысаңыз да болады. Или одан да ұзын тоқысаңыз да болады. Бірақ санағанда мына жерден санаймыз. Мынау қысқа жағынан санаймын, ұзын жағы емес. Қысқа жағынан не? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ряд тоқыппын. Ары қарай ручкасын тоқимыз. Бастайық. Аламыз. Былай іліп аламыз. Былай шығарамыз да. Мына жіпті астына қосып тоқып жіберу керек, өйткені шығып кетеді. Тартыңқырап. Бағанағыдай, алдыңғы ручкадағыдай 3 рет аламыз. 1, 2, 3, чтоб ручкамыз мықты болып ұстап тұру үшін, сәл бостау тоқимыз да, енді артқа қаратамыз да. Мынау бірінші жіпке, тұрған біріншіге тоқимыз. Бостау тоқимыз осыдан бастап. Айналдырамыз. Енді мынау тұрған екі жіпке іліп аламыз былай. Екеуінен өткіземіз. Сосын мына екеуінен өткіземіз. Тағы да арымен қарай айналдырамыз. Мынау тұрған екеуінен өткіземіз. Өткіземіз. Көрдіңіздер ме, уже мынандай болып шығып келе жатыр ручка. Бастапқыда осылай айналдырып отырасыздар, енді ручка шамалы былай өсіп кеткенше. Өскеннен кейін бізге қиын болмайды. Отырған екі петляға өткізіп аламыз былай. Сосын мына екеуіне өткіземіз. Сәл бостау тоқыған жақсы, өйткені петля алуға оңай болады. Мына екеуіне өткізесіз, былай өткізесіз. Уже көрініп тұр, жаймен деп. Енді былай айналдырамыз да, мына екеуіне өткіземіз. Былай қаратамыз да, былай өткіземіз. Негізі ручканың түр-түрін білем, бірақ осы ручка ең сондай сенімді, ешқандай жыртылып кетпейді, сөгіліп кетпейді, прочный тұратын. Осылай. Уже кішкене өсіп қалды, бұлай айналдырып алсаңыз болады. Кішкене күшті талап етеді, бірақ тоқыған кезде все получится. Ары қарай. Осылай. Осылай жалғастыра береміз. Ешқандай қорықпаңыздар. Басында дұрыс емес шығуы мүмкін. Это нормально. Қайталай беру керек. Қайталау білім анасы. Қайталаған сайын сізде қолыңызда жаттығады, көзіңізде уже петляларды тани беретін боласыз. Осылай кете береміз. Ұзын қылып мынаумен салыстырасыз. Сосын мынаған примерно жеткен кезде байлап қоямыз. Мінекей қыздар, менің уже ручкам бір жағы дайын. Көрдіңіздер ме? Бұл ручка сізге гарантия берем. Үзілмейді, жыртылмайды, ешқашан подводить етпейді сізді. Қазір мынаған қалай орналастыруды көрсетемін. Сосын екінші жағында дәл осылай тоқимыз. Сосын салыстыра отырып, біреу қысқа, бір ұзын болып қалмасын. Осылай екеуін бітіреміз бүгін. Сосын бұл сумканы ең жақсы жері
стиральныйға салып, жуып қайтадан осылай ұстай берсеңіз болады. Ешқандай артық еш нәрсе жоқ, түсіп қалмайды, ажырап кетпейді, жыртылып қалмайды. Өте сондай прочный, жақсы, сізге көп жыл қызмет ететін сумка болып шығады. Ары қарай біз енді мына жағын дұрыстап жөндеп аламыз да, маған орналастырайық, иә. Енді сізге ұзын керек болса, сәл-сәл тоқисыз да, былайынан ұзын қыласыз. Әлде қысқалау керек десе, мынандай қысқа болады. Біз мынаны былай орналастырамыз қазір. Кеттік. Аламыз. Мынаны жөндеп аламыз. Былай дұрыстап аламыз да, қисайып кетпес үшін. Сосын былай қойып қоямыз да, былай мынадан өткізе береміз. Біреу, екеу дейміз. Енді өзіңізге қалай ыңғайлы. Мысалы, мына жері ашылып қалды. Осы жерден былайынан бір кіргізіп, мынадан былай тоқып жүруге болады. Мен өзім көзге қарап тоқи беремін. Ешқандай санап, ешнәрсе істемеймін. На глаз тоқи беремін. Бүйтем да, былай алып, өте салам. Міне, мен крепить етіп болдым. Ешқандай бұған оқудың қажет жоқ. Өзіңізге қалай ыңғайлы, солай тоқып, главный қатты переборщить етіп, мынандай томпитіп жүрмеңіз. Сосын мысалға, қазір мен көрсетіп жіберейін. Мысалға, мына жерден қиямда. Бұл полиэфирный шнурдың жаман жері осындай. Сосын аламыз да, зажигалка или спичкамен алып, мынандай бүйтіп тастаймыз. Бүйтсеңіз, сетінегені тоқтайды. Болды, мына жағын алып тастаймын да, ал мына жағын біз не істейміз? Бұл жағын жіберіп қоя салуға болмайды. Бұл жағын біз бүйтеміз. Тұрғымнан қаттырақ тартамыз да, көрініп тұр ма? Былайынан әр жерден осылай тығып тастаймыз. Былай өткіземіз. Қатты тарту керек, шығып кетпеу керек қой. Сосын ары қарай өткізіп аламыз. Былай өткізіп аламыз. Былай өткізіп аламыз. Бүйтіп, жіптеріңіз не тоқсаңыз да торчать етіп тұрмасын. Былайынан арасына кіргізіп жоқ қол жеріңіз. Көрсетпей қойыңыз вообще. Ол тоқымашының өзінің сапалы тоқитын көрсетеді. Ондай жіптер торчать етіп көрініп тұрмау керек никогда. Бүйтіп тығып тастаңыз. Жоқ қойшы. Қай жағынан басталған, қай жағынан біткені белгісіз уже. Міне уже бір ручкасы дайын менде. Екінші жағына көшемін қазір.